Бүгінгі лекциямыз академик Тұрлыбековтың көмегімен және соның қарауында жазылған мақала. Бүгінгі оқитын мақаламыз академик Тұрлыбековтың көмегімен жасалынған мәлімет. Бүгінгі бейнеде осы сүйек жайлы, сүйек аурулардың қарамағында, яғни сүйек аурулар туралы мәлімдеме береміз. Олардың қалай пайда болатын, қалай емделетін туралы. Мақаланың аты ақыры буындар мен сүйектердегі аурулар қайтпайтындай кетеді. Сіз кальцийдің адамға тек сүйектер, шеміршек, буындар, тырнақтар, шаштар үшін ғана емес, сонымен қатар бүкіл ағза мен әрбір орган үшін, жүрекке, миға, бауырға және тағы басқа қажет екенін білуіңіз керек. Кальцийдің сүйек тінін құрудағы рөлі жақсы белгілі болғанымен, ол сондай-ақ келесі процестерге қатысады. Бірінші, нерв импульстарын, жүйке импульстарын беру. Кальций нерв жасушалары арасындағы сигналдарды беру үшін қажет. Бұл бұлшықеттердің жиырылуы, соның ішінде жүрек соғуы үшін өте маңызды. Екінші, қанның ұюы. Кальций қанның ұю процесінде маңызды рөл атқарады. Тромбтарды қалыптастырып, қан кетуді болдырмауға көмектеседі. Үшінші, бұлшықеттердің жиырылуы. Айтылғандай, кальций барлық типтегі бұлшықеттердің, соның ішінде жүрек бұлшықетінің жиырылуы үшін өте қажет. Гормондардың реттелуі. Кальций кейбір гормондардың, мысалы инсулиннің секрециясына қатысты. Кальций қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар кальцийді тамақпен қабылдағанда ол алдымен қанға түседі. Содан кейін кальцитонин деген гормон жұмыс істей бастайды. Ол қалқанша безмен өндіріледі. Яғни кальцитонин қалқанша безден шығатын гормон. Бұл гормон кальцийді сүйектерге және барлық мүшелерге енгізу керек. Әйтпесе кальций қаннан өсімшілерге және сүйектерге кіре алмайды. Яғни кальций қанымызға түскенімен ол сүйекке, болмаса жүрекке, болмаса миға енгізілмейді. Оны енгізетін тек кальцитонин деген гормон жасай алады оны. Ал ол қалқанша безбен ғана шығарылады. Кальцитониннің қалай жұмысын атқарады, сол қарапайым түсіндіруді оқып шығайын. Кальцитонин бұл қандағы кальций деңгейін реттеуде және сүйектердің денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқаратын гормон. Оны ағзадағы кальцийдің менеджері деп елестетсеңіз болады. Қайталаймыз, ол қалқанша безмен өндіріледі. Кальцитониннің негізгі функциялары. Бірінші, сүйектердің бұзылуын баяулатады. Кальцитонин сүйек тінін бұзатын арнайы жасушаларға, остеокласттарға әсер етеді. Ол олардың белсенділігін басып, осылайша сүйектің бұзылу жылдамдығын азайтады. Екінші, жаңа сүйек тінін құруды ынталандырады. Кальцитонин остеобласттар және жаңа сүйек тінін құруға жауапты жасушалардың белсенділігін арттырады. Яғни остеобласттар жаңа сүйекті құруға жауапты жасушалар. Үшінші, қандағы кальций деңгейін төмендетеді. Қандағы кальций деңгейі көтерілгенде кальцитонин оны төмендетуге көмектесіп, кальцийдің сүйектерге шоғырлануға ықпал етеді. Бұл не үшін қажет? Яғни кальцитонин не үшін қажет? Тағы атап өтейік. Берік сүйектер. Кальцитониннің дұрыс жұмыс істеуі остеопороз және басқа сүйек ауруларының дамуын болдырмай, сүйектердің мықты және сау болуын қолдайды. Екінші, кальцийдің тұрақты деңгейі. Кальций ағзадағы көптеген функциялар үшін қажет. Мысалы, жүйке импульстарын беру және бұлшықеттердің жиырылуы. Кальцитонин қандағы кальций деңгейін оңтайлы ауқымда ұстауға көмектеседі. Сүйектер мен буындарды және басқа мүшелерді кальциймен толықтыру бұл үздіксіз және тоқтаусыз процесс. Яғни бұл процестер тоқтамайды. Кальциймен жұмыс жасау ағзада тоқтамайтын процесс. Егер қалқанша безі ауырып, кальцитониннің өндірісі бұзылса, кальцийдің сүйектерге және басқа мүшелерге енуі тоқтайды. Бұл тырнақтардың жұқалығын, шаштың түсуін тудырады. Бұл буындар мен сүйектердегі үнемі ауырсынуға әкеледі. Қалқанша бездің орнына қалпына келмейінше бұл аурулар ешқашан кетпейді. Қан талдаулары қандағы кальцийдің жеткілікті мөлшерін көрсете алады, бірақ егер қалқанша безінің бұзылуына байланысты кальцитонин жұмыс істемесе, бұл кальций мүшелері мен сүйектерге енеді дегенді білдірмейді. Бірақ бұл жарты мәселе. Елестетіңізші, қалқанша без ауырып кальцитонин қалыпты түрде өндірілмейді. Кальций сүйектерге және мүшелерге енуін тоқтатады.
ағза миға мынандай хабар береді: маған кальций жетіспейді. Осы кезде паратироидты без жұмыс істей бастайды, яғни қалқанша маңы без жұмыс жасайды. Орысша паращитовидка дейді. Енді паратироидты, яғни қалқанша маңы без туралы сәл айтып кетейік. Қалқанша маңы без, қалқанша безінің артында орналасқан кішкентай органдар. Яғни қалқанша без бар, одан кішкентай қалқанша маңы без бар. Соны естен шығармайық. Олар қандағы кальций деңгейін қолдауда маңызды рөл атқарады. Қалқанша маңы бездер қандай жұмыс жасайды? Бірінші, кальций деңгейін реттейді. Ол қандағы кальций мөлшерін бақылайтын парат гормон өндіреді. Қандағы кальций деңгейі төмендегенде паратироидты без, яғни қалқанша маңы без, оның деңгейін арттыру үшін көбірек парат гормон бөледі. Сүйектерге әсер етеді. Екінші, сүйектерге әсер етеді. Парат гормон кальций деңгейін арттыру үшін осы сүйектерден босатуға көмектеседі. Яғни парат гормон қалқанша маңы без, егер қалқанша без қайта қаннан кальцийді алып сүйекке орналастыратын болса, мына қалқанша маңы без парат гормон шығарады. Ол парат гормон қайта сол қанда кальций азайса, сүйектен кальцийді алады, қанға орналастырады және басқа органдарға да алып барады. Қалқанша маңы безінің үшінші функциясы бүйректерге әсер етеді. Парат гормон сондай-ақ бүйректерге әсер етіп, кальцийдің реабсорбациясын арттырады және фосфаттың реабсорбациясын азайтады. Неліктен осы қалқанша маңы без маңызды? Бірінші, дені сау сүйектер үшін, сүйектердің денсаулығын сақтау үшін кальцийдің дұрыс деңгейі қажет. Екінші, бұлшықеттер мен жүйкелердің қалыпты жұмысы. Кальций бұлшықеттердің жиырылу және жүйке импульстерін беру үшін маңызды рөл атқарады. Үшінші, енді осы қалқанша маңы безі жұмыс жасамай қалса, қандай аурулар пайда болады? Олар екеу. Біреусінің аты гиперпаратироз. Бұл жағдай қалқанша маңы без тым көп парат гормон өндіргенде орын алады. Бұл сүйектердің әлсіреуіне және бүйректерге тастардың қалыптасуына мүмкіндік тудырады. Гиперпаратироз біздің наноиодпен жойылады. Екінші аурудың түрі гипопаратироз. Бұл жағдай қалқанша маңы без жеткілікті мөлшерде парат гормон өндірмегенде орын алады. Бұл тырыспалар мен ұйып қалуға әкелуі мүмкін. Гипопаратироз біздің наноиодпен жойылады. Жалпы сол қалқанша маңы без парат гормон шығарады деп айттық қой, сол гормон не үшін қажет? Тағы да айтып кетейік. Парат гормонның басты мақсаты біздің ағзамыздағы кальций деңгейін бақылау. Кальций көптеген процестер үшін өте маңызды. Тағы қайталап шығамыз. Берік сүйектер, бұлшықеттердің жұмысы, жүйке импульстарын беру және қанның ұюы. Ары қарай жалғастырамыз. Қалқанша безіндегі кальцитонин өндірісі бұзылғанда сүйектер мен барлық мүшелер кальцийдің жетіспеушілігін сезіне бастайтынын айттық. Миға кальцийдің жетіспеушілігі туралы сигнал алған кезде қалқанша маңы безі парат гормон өндіре бастайды. Және ол кальцийді тез арада қанға, бұлшықеттерге, миға, бауырға, бүйректерге және басқа мүшелерге жеткізу үшін ағзадағы кальций қорларын іздей бастайды. Ал сол кальций қорларын қайда табады? Әрине сүйектен табады. Сол себептен парат гормондар аяқтар мен қолдардан кальцийді алып маңызды органдарға, ми, жүрек, бүйрек, бауырға кальцийді апарып соларды сол кальциймен қамтамасыз етуге жұмыс жасайды. Сол кезде ағзамыз сол сүйек ауырса ешнәрсе қылмайды, бірақ мына кальцийсіз ми, жаңағыдай бүйрек, бауыр, қан қалатын болса, кальцийсіз олар өлімге апаруы мүмкін. Сол себептен, ал егер сүйектен кальцийді алатын болса ағзамыз осылай, осы гормондар арқылы, онда адам өлмейді деп есептейді. Осы жерде аяқтар мен буындарда ауырсыну басталады. Өйткені кальцийді парат гормон алып, оны маңызды мүшелерге таратады. Ал бұл ауырсынулар ешқашан өтпейді. Егер қалқанша және қалқанша маңы без емделмесе, ол айтқандай, бұл аурулар, мына сүйектің аурулар ешқашан кетпейді. Енді осылайша біз келесі аурулар тобына келеміз. Біріншісі артрит, буындардың қабынуы, ревматоид артрит, остеоартрит, тағы басқа артриттер бар. Екінші аурудың түрі остеопороз, сүйек тығыздығының төмендеуі. Бұл сүйектердің сынуына және буындардағы ауырсынуға әкелуі мүмкін. Үшінші ауру подагра.
буындарда несеп қышқылының тұздарының жиналуымен байланысты аурулар туралы қысқаша айтып кетейік. Артрит дедік па, сол артрит туралы айтып кетейік. Қарапайым тілмен түсіндірейік. Артрит бұл буын ауруларының жалпы атауы. Артрит туралы айтқанда әдетте буындардың қабынуы, ауырсыну, ісіну және қозғалыстың шектеулі туралы айтылады. Артриттің себептері: ең бірінші және басты себеп қалқанша безінің қызметінің бұзылуы. Артриттің белгілері: ауырсыну, қозғалыс кезінде күшейеді және тыныштықта азаяды. Ісіну, буынның айналасында ісік пайда болуы мүмкін. Қызару, буынның айналасындағы тері қызарып, жылы болуы мүмкін. Қызу, буын ыстық болып сезілуі мүмкін. Қозғалыстың шектелуі, буынның қозғалысы шектеледі, өйткені ауырады. Таңертеңгі қаттылық, ұзақ демалыстан кейін қозғалыстың қиындауы. Артриттің түрлері қандай? Остеоартрит, буындардың тозуымен байланысты ең кең таралған түрі. Ревматоид артрит, қол және аяқ саусақтарының ұсақ буындарын зақымдайтын аутоиммундық ауру. Псориатикалық артрит, псориазы бар адамдарға дамиды. Подагра, буындарда несеп қышқылының тұздарының жиналуымен байланысты. Ювенилді артрит, балалық шақта басталатын артрит. Енді келесі айтып кететін ауру, талқылап кететін ауру, ол подагра. Подагра бұл қан құрамында несеп қышқылының деңгейі жоғары болғанда пайда болатын ауру. Несеп қышқылдарының деңгейі тым жоғары болғанда ол кристалдар түзеді және олар буындарда жиналып қатты ауырсыну мен қабынуды тудырады. Подаграның пайда болу себебі: ең бірінші себеп қалқанша безінің қызметінің бұзылуы. Подаграның белгілері: кенеттен болатын ауырсыну, көбінесе түнде, әдетте аяқтың бас бармағынан басталады. Ауырсыну өте күшті, тамыр соғу секілді, буын жанып жатқандай сезіледі. Ісіну, буын қызарып ісіп кетеді. Қызу, буынның айналасындағы тері ыстық болып сезіледі. Қозғалыстың шектелуі, зақымдалған буында қозғалу ауыртпалық тудырады және қиындайды. Енді подагра мен қалқанша безі қызметінің бұзылуы қалай байланысты? Яғни сүйек қайда, қалқанша без қайда деп айтасыз ғой. Оны түсіндірейік. Зат алмасу процесі. Несеп қышқылы. Подагра буындарда несеп қышқылының кристалдарының жиналуымен байланысты. Қалқанша безінің гормондары зат алмасуға, соның ішінде қан құрамындағы несеп қышқылының деңгейіне әсер етеді. Қалқанша безінің қызметінің бұзылуы несеп қышқылының деңгейін көтеріп, подаграның пайда болуына әкелуі мүмкін. Яғни сол бүкіл қандағы қандай заттар бар, соның мөлшерін осы қалқанша без меңгереді. Соның арасында сол несеп қышқылы да бар. Кальций алмасу. Подагра және қалқанша безі қызметінің бұзылуы ағзадағы кальций алмасуына әсер етуі мүмкін. Кальций тепе-теңдігінің бұзылуы екі аурудың да белгілерін күшейту. Келесі ауру остеопороз, әлсіз сүйектер. Остеопороз бұл сүйектер әлсіреп сынғыш болатын ауру. Сүйектерді губка сияқты елестетіңіз. Остеопороз кезінде губка кеуектеніп әлсіз болып қалады. Неліктен сүйектер әлсірейтінін жоғарыда сипаттағанбыз. Бұл қалқанша безіндегі кальцитонин гормонының өндірісінің бұзылуынан болады. Сондай-ақ кальцитонин гормонының өндірісі бұзылғанда шаштар түседі, сүйектер жіңішкереді. Осыдан қалай құтылуға болады? Қалқанша безі мен онымен бірге қалқанша маңы безінің қалпына келтіру қажет. Гипотиреоз және гипертиреозды жою қажет. Мұның жалғыз жолы йод қабылдау, және біз ағзада йодтың қажет мөлшерін толтыру үшін ең жақсы шешім біздің наноиодты ұсынамыз. Жоғарыда аталған аурулардан құтылудың ең жылдам әдістердің бірі 3-6 ай бойы күніне 500 мг бір шай қасық ұнтақты ішу. Содан кейін ағзадағы йод деңгейін күніне 200 мг шай қасықтың жартысынан азы мөлшерінде қабылдау қажет. Осы наноиодты алу үшін біздің сайтқа барыңыз, www.iod.kz, болмаса телеграм арқылы мына нөмірге хабарласыңыз. +7 777 055 44 00. Яғни осы сүйек аурулардың барлығы қалқанша және қалқанша маңы безінің жұмыс жасауының бұзылуына байланысты болады.
осы қалқанша безмен қалқанша маңы безін орнына келтіру үшін көп мөлшерде йод тұтыну керек. Сол йод біздің компанияда сатылады. Кеңес консультация алу үшін осы айтылған нөмерге хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, бізге сол сұрақтарыңызды жолдаңыздар, біз оларға жауап береміз. Сау, саламат болыңыздар.